Экологияның заманауи мәселелері және оларды шешу жолдары. Осындай атаумен облыс орталығында халықаралық экологиялық жобалар фестивалі бастау алды. Оған елдің түпкір-түпкірінен және Ресей Федерациясынан 67 студент қатысуда. Байқауға қатысып жатқандардың арасында Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжінің студенті Ғалымжан Дұрдыхан бар. Жас жігіт сапалы су адам денсаулығының басты кепілі жобасын ұсынды. Мақсаты тіршілік көзінің құрамы мен сапасын талдау болып табылады. Тақырыптың өзектілігін түсінгендіктен жобаны жарты жыл бойы зерттегенін айтады. Судың сапасын тазарту мақсатында бірнеше тәжірибелік жұмыстарын жүргіздік. Осы колледж студенттерінен сауалнама алып, осы жобаға 6 айдан бері дайындалып келе жатырмыз. Жетекшімен бірге үй жағдайында тәжірибе зерттеулер, судың құрамын тазартуға тәжірибе зерттеулерін жүргіздік. Әрине адам қатысқаннан кейін өзіне сенімді болып, жеңем деген мақсатпен қатысады. Өзіме сенімді болып тұрмын. Халықаралық экологиялық фестиваль маңызды мәселелерді талқылау алаңына айналды. Іс-шара экология саласындағы инновациялық тәсілдер мен шешімдерді анықтауға мүмкіндік бермек. Өз жобасын ұсынғандардың бірі Көкшетау қаласы жоғары көпсалалы азаматтық қорғау колледжінің студенті Екатерина Сундукова. Фестиваль қатысушысы жаһандық жылынудың Қазақстан экономикасына әсері тақырыбын қозғап бірқатар ұсыныс дайындаған. Суть моего проекта заключается в том, что менің жобамның мақсаты осы тақырыптың мәселенің өзектілігін көрсету. Жаһандық жылыну табиғи төтенше жағдайлар сияқты салдарға келуі мүмкін. Яғни бұл су тасқынына, ландшафттың өзгеруіне, сондай-ақ мұздықтардың еруіне әкелуі мүмкін. Сондықтан мәселені шешу бағыттарын зерттедім. Мұндай іс-шараға алғаш рет қатысып отырмын. Десе де жеңіске жетемін деген үміттемін. Іс-шара барысында өзекті мәселелер көтеріліп қана қоймай, олардың шешу жолдары да қарастырылды. Жаңа бастамаларды қолға алу өткір проблемаларды жоюға септігін тигізбек. Қатысушылардың жұмысын Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаменті, жергілікті жоғары оқу орнының сарапшылары, Петропавл қаласының жастар ресурстық орталығы мен колледждің әлеуметтік серіктестері бағалады. Фестиваль 5 бағыт бойынша онлайн және офлайн режимінде өтті. Ол бағыттар энергия ресурстарын ұтымды пайдалану және шығарындыларды азайту арқылы жаһандық жылынуды болдырмау. Екінші, таза су, планетаның және адамдардың денсаулығы. Табиғатты қорғау мәселелеріне адамдардың назарын аудару әрекеттері, шикізаттың баламалы көздерін, ресурстарды үнемдейтін технологияларды пайдалану және экология және адам денсаулығы. Іс-шараның негізгі мақсаты студенттерді іздену, зерттеу әрекетіне баулу. Жаңағы атап өткендей, әр бағыт бойынша студенттер өздерінің іздену жұмыстарын бүгінгі сарапшыларға көрсетіп дәлелдейді. Айта кетейік, халықаралық экологиялық жобалар фестивалі жыл сайын ұйымдастырылатын дәстүрге айналған іс-шара. Байқау техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындары студенттер арасында өтеді. Дана Асылханқызы, Асар Ербұлан, Первый Северный телеарнасы.